Teleios Bible бағдарламасына жаңа кітап қосу үшін ресми веб-сайтқа кіру қажет. Дұрыс аккаунтта екенімізді білеміз. Және ресурстар бөліміне кірейік. Мысал ретінде таңдайық. Монографиялар. Нәтижелер жүктелген соң, біз керек кітапты іздейміз. Тип бойынша фильтрлерді қолданамыз. Және тіл бойынша. Бет жүктелуде. Және бізге қызықты кітапты көреміз. Кітаптың бетіне кіріп, мәліметтерді оқи аламыз. Бұл бізге қажет кітап. Біз оны себетке аламыз. Келесі қайтады. Нәтижелерге ораламыз. Және жылдам сатып алу арқылы тағы бір кітап қосамыз. Себетімізде 2 ресурс бар. Және тапсырыс беруге дайынбыз. Егер ресурстар ақылы болса, бізге төлем процесін аяқтау керек. Егер ресурстар тегін болса, тек қосу керек. Ресурстарды. Біз бұл батырманы басамыз. Ресурстар қосылған соң, біз жұмыс үстеліндегі бағдарламаға кірейік. Мұнда тек кітапхана қойындысын қайта ашу керек. Біз кілт сөз бойынша іздей аламыз. Кітап жаңа ғана қосылды. Және ол жүктеуге, оқуға және зерттеуге дайын.